Қайырлы күн оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай керемет лүпілдек үй жағдайында бәліш жасайтын боламыз, яғни пирожки. Бізге керек електен өткізілген ұн, шай қасық тұз, ас қасық құмшекер, барлығын осылай араластырып аламыз. Ортасын ойып, су майымызды, ашытқымызды қосып, жылы суымызбен жақсылап билейтін боламыз. Яғни ашытамыз. Қатты болып қалмауы керек, қатты жұмсақ болмауы керек. Жақсылап лүпілдек шығу үшін осылай жұмсақ күйінде 1-2 сағатқа ашытып қоямыз. Нанымыз ашығанша ішіндегі салмасын дайындаймыз. Картобымызды тазалап аламыз. Оны қалауларыңызша турайсыздар. Мен осылай төртбұрышты етіп турап алдым барлығын. Өстіп тазалап турап алатын боламыз. Негізі пияз қоссаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Біздің үйдегі балалар пияз жемейтін болғандықтан пияз қоспадым. Осылай барлық картобымызды тураймыз. Достар, егер де менің каналым сіздерге ұнайтын болса, пісірген дүниелерім ұнап, бір көмегімді тигізіп жатсам, каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Мінекей таза ыдысымызға осылай картобымызды салып, тұзымызды салып, суық су құйсаңыздар да болады. Мен ыстық су құямын, мінекей. Сонда тез қайнап, тез пісетін болады. Ыстық суымызды картобымыз батқанша құямыз. Тұзын дәміне қарай салып, отқа пісіретін боламыз. Мінекей 20-30 минутта картобымыз дайын болады. Піскен картобымызды алып, судан сүзіп алып, осылай сары майымызды қосып езетін боламыз. Менің езгішімнің күші жетпей жатыр, сондықтан да қазір шанышқымен езіп аламын дұрыстап. Іртік болып қалмауы керек, жақсылап езіп аласыздар. Сол кезде бәлішіміздің ішінде біркелкі болып, әдемі болып жүретін болады. Мінекей салмамыз дайын, картобымыз әп-әдемі болып езілді, дәмді болып шығыпты. Нанымыз да ашыды, осылай лүпілдек болып көтерілді. Қолымызға су майымызды жағып, осылай күлшелеп аламыз қамырымызды. Біркелкі ғып, барлығын бірдей ғып күлшелеп аламыз. Және тындырып қойамыз 10-15 минутқа. Одан кейін осылай алып, бір-бірден алып, ішіне картобымызды салып жасайтын боламыз. Картопты ішіне көп қоссаңыздар да болады, көп қоспасаңыздар да болады. Көп болып кетсе де ауыр болып қалады нанымыз. Сондықтан осылай шай қасықпен 1 қасық жетер. Ашылып кетпейтіндей жақсылап жабамыз. Мінекей барлығын жасаймыз осылай.
барлық пирожкимізді, бәлішімізді жасап алдық. Тындырып қойдық 10-15 минутқа. Тынғаннан кейін өзі-ақ осылай бір қалыпқа түсетін болады. Басқан кезде жұмсақ болып лүпілдеп шығатын болады. Ішінде іртік картоптар кетіп қалса қолмен басып бір елкі қылып аламыз. Барлығын осылай пісетін кезде, яғни майға салатын кезде осылай басып аламыз. Отымызға майымызды қыздырып қоямыз. Мінекей қызып тұр. Енді ақырын жақсылап астын басып, іші піскенше жақсылап бәлішімізді пісіріп аламыз. Негізі пирожкидің рецептін барлығы білетін шығар деп ойлаймын. Бірақ кейбір қыздарымыз білмей қалуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде осындай рецептпен жасап көріңіздер. Мен өзімнің анамның рецептімен жасап тұрмын. Сондықтан өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Мінекей, енді барлығын майға 2-3-еуден салсаңыздар болады. Мен сіздерге әдейі көрсету үшін бір-бірден салып жатырмын. Сіздер бірнешеуден салып, тез-тез пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей, қамырымыз көтеріліп, әп-әйбат болып шықты. Осылай барлық пирожкимізді салып, пісіріп аламыз. Мінекей, барлығы дайын. Керемет, лүп-лүпілдек болып, ойдағыдай бәлішіміз, пирожкиміз шықты. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, өте дәмді шықты. Балалар сүйсініп жеп алды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ортасы да керемет болып шықты, өте дәмді. Ас болсын достар, каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.